Короче, османчики переживать етіп жатқан жандарға көп рахмет. Нормально. Жылап қойды енді, вроде басын барлық жағын ұстадым, ешқандай синяк еш нәрсе жоқ. Бірақ құлады енді. Аунап кетеді деп ойламадым. Мамам ұрсып жатыр. Болды, сторисқа сала берме, түрін жапсаң да салма, көз тиеді деп мамам ұрсып таңертең звондап. Қазір біз Бота екеуміз киім алуға шықтық. Бүгін целый день шопинг. Киінме тоймайтын бәлем. Жоқ, Бота ол часто алады ғой. Мен ана күні туған күнге барайын десем, бір киімім жоқ қой, представляете, бір ден дұрыс киім жоқ. Сонымен бүгін барып тұрған. Мен бардым десей. Иә, қыстық етікпен, қыстық кофтамен, бұл жазық киіммен барса, мен вообще киімім жоқ болса, күйеуіне күйіп кетсе, киім аламын деп. Қате жалып жатыр. Киімі жоқ. Бота прикол ұстады ғой маған. Бота отыр, бір 2 сағат отырған шығар мен киім таңдағанша. Қазір киім аламын. Бірінші Б-шопқа барып жатырмын. Давно бармай кеттім. Білесіздер ғой, қазір үй салып жатқаннан кейін уақыт та болмай кетті. Анау мынау деп барып киім аламын, во-первых. Екіншіден білесіздер, мен ол жердің амбассадор екенімді. Сол үшін қазір алдағы стористарды көріңіздер, Б-шопта қандай новинкалар болып жатқан, қандай новинкалар келіп жатқан. Алатын болсаңыздар, сол номерін бәрін қалдырып кетем. И ары қарай тоже разный магазиндерге барып, жартысын Б-шоптан аламын, жартысын басқа магазиннен аламын деген сияқты. Целый день шопинг жариялаймын өзіме. Заказ берген клиенттер, қараңыздар, мына жақта бір поток товарлар келді. Осылай мына жақта упаковать етіп, қараңыздар, 20 түрлісін, 20 түр упаковать етіп салып жатырмыз. Барлығы, вот, сізге доставка төлеу керек деп жазса менеджер, сіздің товарыңыз келді деген сөз. Егер де доставка төлеу керек деп жазбаған болса, әлі товарыңыз келген жоқ, келе жатыр деген сөз. Мұны қараңыздар. Мына жақта осылай почтаныкын упаковать етіп жатырмыз, қараңыздар. Басқа жаққа баратындар почтаға данныйларыңызды жазып, мына жақта бүкілін жіберіп жатырмыз, бүкіл товарды. Сондықтан да келмей ма, әртүрлі футболкадан барат, бұйырса сатып жібересіздер. Жаз деген енді басталады ғой, негізі келесі басталады, сатып үлгересіздер. Футболканы саламыз и ішіне 2 штук сертификат қосып береміз. Товар кешіккен үшін 2 штук, значит, 2 штук сертификатпен 4 адам бара алады деген сөз ғой. 4 адам осылай Турцияға просто тегін демалып келе аласыздар. Кішкентай елі Нұрканікі енді. Қызы. Егерсіп жатыр ма? Иә, егерсіп жатыр. Қазанда не пісіп жатыр? Картошкамен неміз піссе болды сонымен. Міне осылар келді. Бұл Серік, Айдана. Мына Нұркы. Бізде бүгін күшті состав. Жастар болып тұрмыз, Жастар деген бірақ екеумізге не касается деп қой. Бүгінде қызық отырыс болады бұйырса. Бізде қыздардың әңгімесі отыр. Өзіміз балаларымнан жарып күшті әңгімелер кетіп жатыр. Мамский де әдем әңгіме. Сол, пока что сториске уақыт болатқан жоқ, честно. Су сұрасаң сүт берген Қайран жеңгем ғой, өзім өте әні ағам. Рахмет. Ақтөре қосылды. Ана Ақтөре қалай сторис түсіретін қараңыздар. Новосельеге келіп қалды, ағайын балалар бізге де бұйырсын. Жақсы болсын бізге. Шерхан қосылды еще бізге. Қалайсың? Отбасылы болайық, Айдана жүрек. Сарғайып бітті ғой. Ақтөреге тоже қамыр салып ет беріп адамыз первыйға. Ну ладно. Сара білексің. Шашлык жейтін боламыз, қордағанда шашлык жейтін боламыз. Жеңілдеу болсын деп. Бірақ қамазда нағыр скучно отыр екен, просто сторис түсіріп жатқан кезде немей қаламыз атап. Ой, жақсы болды, екеу ойнайтын болды. Қалайсыздар? Бүгінгі күн бізде қазір үй жинау болады. Қазір тесті завтрак біз енді ішіп жатырмыз, сағат 10. Өйстіп өтірік шай дайындай салдық. Ар жақта Алиса музыка оқып қойдық. Негізі Алихең деп айтып жүретін болдық. С утра ташкентский чай. Күн ыстық, кондер қосамыз қазір. Әдетте кондер қоспасақ, ысып жатыр ғой. Бүгін үйде боламыз, сол үйлерді жинастырып, өзіміз келіп шаршағанымыз басып, сонымен бірдеңе істейміз. Подамайды. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін отан қорғаушылар күні. Құрметті жігіттер қауымы, мерекелеріңіз құтты болсын. Ауырмаңыздар, бақытты болыңыздар, бай болыңыздар, табысты болыңыздар. Радан, күндіз стройка, кешке той. Оңай емес маған. Иә. Сондай пысықпын ғой. Айған күннің астында ғой, осылай. Ошы еңбек атты болсын, жақындар қырып істеп атқан ештеңем жоқ, әзір.
Анан алып кел, мынаны алып кел. Сондай жаксың да. Подай передай дегенге зормун. Ай рахат. Мама нұрға болмайды. Ай рахат. Ой. Мама нұрға болмайды. Ай күшсін, ай. Әбди, мама нұр ойнап, нормал болды. Кетші ол айтпай қоймайшы. Күле ғой. Құшақтарыма. Қазір ұйқыдан тұрып жатырық жігітім екеуміз, потому что кеше үйге өте кеш келдік. Кеш келген жоқ, біз кеш жаттық, то есть потому что көптен кездеспеген адамдармен кездестік, эфирдағы өмірдегі достарымызбен барлығымыз, и одан келгеннен кейін футбол қарадық. Онымен Барселона ұтылып қалды. Сол қазір енді жігітім екеуміз жыр болған тортпен шай ішіп отырдық. Мен мейрам деп кешеден бастап уже біз тойлап бастап кеттік. Сіздер не істеп жатырсыздар?